Достар, сәлем, каналға қош келдіңіздер. Сәлем. Қыздардың каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз демалыста жасауға болатын үйдегі бар заттармен, үй жақтағы бар заттармен жасауға болатын бір подделка деймін ба, в общем, жапырақтардан, шөптерден осылай жасайын деп жатырмыз. Ең маңызды зат бұл жерде міне осындай бұтақтар. Бұны қыздар деген еңбектеніп теріп алып келді. Жапырақтан тек қана бұны жасамай, тағы басқа заттар жасайды. Білмеймін не жасайтынын. Көрдік бір-екі жерден өзіміз жасаймыз. Аракстекен. Бізге бұл жапырақтың бәрін қолданбаймыз, бірақ шамалысы керек болады. Так, мына жерге таза қылып, еще осындай бұтақтарды алып келдік. Бұлар біз талды сындырған жоқпыз, жерден теріп алғанбыз. Уайымдамаңыздар. Табиғатқа зиян келтірген жоқпыз деймін. Осындайлар түсіп қалған ғой. Осыларды біз алдық. Бұл бізге қазір үй жасауға, үйдің жиегіндегі шарбақтар жасауға керек болады. Ал не істейін деп жатырмыз? Осы коробкаден күзгі үй жасайын деп жатырық қой. Үй жақ. Білмеймін, короче, қалай айтылады. Күзгі табиғат. Мынаудан үй жасаймыз қазір, бұны қырқамыз. Бұны сосын үйді мынамен қаптаймыз. Ағашпен, сосын жапырақтар істейміз. Коробка көрінбеу керек. Шөп істейміз, газон сияқты қылып. Пластилиннен қыз жасаймыз. Адам жасаймыз, пластилиннен адам, жеміс-жидек жасайтын шығармыз. Көреміз енді қалай не шығатынын. Біз де білмейміз. Сіздер бізді қолдап лайк басып, видеоны соңына дейін көріп, әдемі комментарий жазыңыздар. Ұмытпаңыздар. Ал біз давайте видеоны бастаймыз. Сен қыз неге өстіп қостайсың? Алихан да келді бізде бұяқта, папа келді бұяқта. Алихан да көмектесем дейді, осындай машиналарын әкеп қойды. Үй жаққа машина қойып қоямыз. Алихан, осындай достарымыз қойыш керек. Көп қажет болады шығар. Достарымыз қойыш. Осын пластилин. Айттым ау деме? Айттым пластилинді. Коробканы қырқып атырмыз. Біздің коробка дайын болды. Жер ғой бұл жер. Не істеп атсын, Анүлік? Енді мынаны кесеміз. Мынаны қырқамыз. Үй сияқты қылып. Достар, біз осылайнан қырықтық. Мынау біздің болашақ үйіміз. Мына жерден осылай терезе қырқып қойдым кішкентай ғана. Терезе көп болады. Енді мына жерден есік жасай алам ба, жасай алмай ма, соны ойлап тұрмын. Мына жерге есік сиям екен. Или өгізде мыналарды жабыстыра алмай қалады шығармыз деп ойлап тұрмын. Есік жасамай қояды шығармыз, Или есік қажет пе екен? Істейміз, оны іштен кішкентай ғана қырқамыз ба? Достар, есік істей алдық. Міне кішкентай есік істеп қойдық. Şimdi достар, біз мына үйдің шатырын шығара алмай жатырмыз ғой. Қиын екен шатырын жасау. Ана нені берші? Наны былайнан қырқып, төбесін осылайнан қырқып тастадық та, міне шатырға ұқсай ма? Қалай жасайтын білмей жатыр. Алма мына жақта ойнап отыр, бізге көмектеспей. Мына жақта үй құрастыра алмай жатыр. Қыздар адам жасауға кірісіп кетті. Кім-кімді жасайын деп жатыр? Мен мамасын, мен әйесі. Мынандай пластилиннен күшті шығады адамдар. Еще кебет. Күшті кебет еще. Ал көрек қандай адам шығады екен қыздар. Сен де жатқанда кебет. Алиханда да бар пластилин алды жаңа болды. Осындай түрінен алды. Ол кетпейді. Достар, біз осындай достар оны скотч жабыстырып қойдық. Қазір осыған андай ағаштарды өлшеп кесеміз да, осымен бәрін былайнан жабыстырып шығамыз. Сосын ағаштан жасалған үй болады ғой. Достар, міне бізде шығып атқан үй. Достар оны скотч ұстамайды екен, қатты ағаштарды. Сол үшін сыртынан осылайнан бір скотчтап қоя салдым. Түсіп қалмасын деп. Қазір алдын, артын бәрін жасаймыз. Мына жақта артын білмеймін енді, мына жерді жасаймыз қазір. Негізі ыстық клеймен істесе өшік күшті болады екен. Менде пистолеті бар, бірақ клейі жоқ, ыстық клейі. Осылай шығып жатыр. Мен үйдің екінші жағын жабыстырып жатырмын. Жомартыма ағаш сындырып беріп жатыр. Анеля мына жақта адам істей алмай жатыр. Өтірік әже істеп жатыр. Әже ма, мамасы ма? Күш бірдеңе істегісі келді, еш нәрсе істей алмады. Сонда да тырысып бірдеңе істеп әже істеп жатыр. Вот, достар, бізде осындай қорқынышты үй пайда болды. Қорқынышты үйде тығылмашақ деп түсіреміз, Анүлік.
мен қолым не айттым, қолымнан келгенше жасадым. Осылай енді қисық болып шықты. Сосын тұрмай жатыр, скотч деген ұстамайды. Кәдімгі ауыр болып кетті ана қара Анүлік. Иә, ауыр екен. Әлі шатырын жасау керек. Анейлі мынаяқта адамдар жасап қойды. Бізге қаратсай, неғып бізге теріс қарап тұр, ренжіп тұр ма? Әже, кішкентай әже. Мамасы. Сосын осындай крутой папасы, кепкісі бар. Деп жасап жатыр. Бала шаға жаса енді. Шулап жүретін. Жомарт үйді жалғастырып жатыр. Анейлі адамдарын істеп жатыр. Мынаған не болды? Жермен сөйлестірме шуланып, жер деп. Мен осылай шарбақ жасап жатырмын. Пластилин ұстаймын екен, білмей тұрмын. Осылай жасай берейін ба, құлап қалам екен. Анүлік қалай ойлайсың? Осылайынан бүйтіп шарбақ жасағым келіп. Достар, бізде мына жерде рабочий процесс, бәрін шашып жатырмыз. Үйіміз почти дайын болып қалды. Енді крышасын жапырақтармен жауып қоя салатын шығармыз. Яқта осындай шарбақ жасап жатырмын мен. Міне үйіміз осылай тұрады да. Олардың бәрі осындай қора болады. Заврушка жасап қоймайсың. Менің үйімді заврушка дегеннес. Қазір әдем болады, бәрін істеп болғаннан кейін. Мына бізде семья пайда болып жатыр. Папасы нешінші размер кіреді аяғы. Не деген аяқ анау? Мына жерде әлі біз жеміс жидек жасаймыз, қазір пластилинден жетіп жатса. Біздің пластилин жетпей жатса, Алияханға келеміз, пластилин берші деп. Міне достар, бізде осындай подделка пайда болып жатыр. Мынау бізде үй. Подделка иісі жапырақ үйде. Мынау бізде үй. Үйіміз кішкене онша емес болып қалды ма? Нормально, өзімізге болады дегенде үй болып тұр ғой. Мынаяқтан аякөш осындай корзина жасап жатыр, ішінде алма. Мынаяқта Анеля жасады осындай шарбақ. Мынаяқта мен жасап қойдым. Қазір ішіне шөп төсеміз. Мынаяқта бізде шөп те бар, жапырақ та бар. Сосын барып адамдарды кіргіземіз. Достар, оны скотч жабыстырып, қазір шөп жабыстырамыз. Иә, қазір мыналарды қырқып, осылай жабыстырып көргіміз келіп тұр. Ұстай ма, ұстамай ма, білмейміз. Алшы, мен қырқып берейін. Шөптерді қырқып берейін. Чүк. Осылайынан жабыстырып жатыр. Бәрін бүлдіреді ғой, керек емес десем, Анеля қоймай. Іште өзі қырқып. Осылай бүлдіріп жатыр ғой, общем. Бәріне скотч жабыстыру керек па, ол үшін енді. Осындай шөп жасап қойдық. Анеля екен есіктің алдына. Бұл жерге қазір асқабақтарды егет шығармыз. Яқта бізде асқабақ дайын болып отыр. Осылай күшті асқабақ шығатыр. Вау, аякөш күшті жасайды екенсің ғой. Осы асқабақтарды егіп қоямыз қазір мына жерге. Енді нехайын істейміз. Машина тұратын орын керек екен ғой бізге еще. Иә? Артындағы шарбақты осылай аякөш жасап жатыр. Аналар құлап қапты ғой бәрі. Аякөштің қолынан келмей жатыр, соң ренжіп жатыр. Мияқта біз осылайынан ағаш өсіріп қойдық. Құлап қалмаса. Кәтәте көрсетеді қайтып істейтін. Енді қазір стол істейміз. Жеміс жидектерді, көкөністерді орналастыруымыз керек. Аякөш осылай асқабақтарды орналастырып жатыр. Тағы жасайсың ба, Аякөш? Иә. Мына жақта осындай стол істеп қойдық. Қазір үстіне заттар қоюға. Еще мына жерге отын істейміз. Ағаштан жасалған үй ішіне от жағады. Так, тағы не істейміз? Тағы да андай сияқты ше, ағаш жасасам ба деп тұрмын одан. Так, бізде енді осындай көп жапырақтар қалды. Сол жапырақтарды былайнан шашып қойып жатыр. Күз ғой енді все-таки күзде жапырақтар шашылып тұр, асқабақ өсіп тұр. Тағы да не істедің? Алма жасадың ба? Алма жаса. Алма жинап жүрген сияқты болады. Шамал ары қарай қойып жүрсең. Себет қойды. Кішкентай отын болады, үйдің жағынан жинап қоямыз қой. Керек істеген отындар секілді кішкентай. Аяны ол не? От.
Отын жағу дегенді түсінбейді. Далада өте жақпайды. Далада өте жақпайды. үйдің ішіне жылытып жағады. Отын дегенге далада жаға ма деп ойлап тұрсың ғой. Жоқ, Жинағанбай бұлар үйдің ішіне жағады отты. Далада өртеп, бұны үйдің бәрін өртеп жібереді. Папасы мына жерде машина күтіп тұрады былай. Мына машина қазір келмейді, иә? Шамалдан келеді, мына машина жол істеп қойды. Воротадан күтіп тұр, мына бізден ағараңыздар. Талдар. Мынау мамасы. Мамасы, Әжесі, мынау мамасы. давай, әжесі қорада асқабақтарды қарап жүр. Иә. Мамасы. Неха қойықта, неха. Мамасы қазір алмаларды тазалап реттеп отыр, жуып. Қазір мына жерге алма қоямыз, Балалары аяқ қазір ұш ойнап дайындап жүреді. жатыр. Қай жерде ойнап жүрсе екен. Вот балаларына орын жетпей қалды. Не істейміз оларды? Білмеймін, бір жерге қоясың, есіктің алдына ма қоясың? Мына бізде себет, ішінде алмалар бар. Кішкентай алмалар. Аяқ ұш сырғанақ жасапты. Жаңағы отты айналдырып әкеп сырғанақ қылып қойды ғой. Ана сырғанақтан балдарды қалай кәсетеміз енді? Құлайды ғой анадан. Мынаны кәсетші. Ұстап жасасайды, ұстап жасаса құлайды ғой. Сырғанақтан. Тәте, мінгізбе. Мінгізбей құлайды. Енді өзің сырғанақ дедің ғой. Біз отбасымызбен күшті зат жасадық. Күзгі аулап. Ол үшін көрсетеміз қазір. Ол үшін біз светті өшіруіміз керек. Та-дам! Вау, қараңыздар достар. Өзімізге қатты ұнады. Міне, осындай бізде аула шықты, күзгі. Жапырақтарымыз аз оқыған сияқты ма, Анүлік? Көбірек жапырақ салу керек. Жапырағымыз көп жинаған негізі. Үйдің ішіне де осылай свет қойып қойдық. Үйдің ішінде мебель жоқ әзірге. Мебель салып қою керек. Мықты әжеміз, бәрі бар. Папамыз, ұлы қызы, Алмама? мамасы. Кепкасы ма? Кепкісінің модысы ғой сондай. Не осындай затты, осындай үйде жасасаңыздар болады. Оп-оңай, пластилин, коробка, осындай ағаштар керек. Ана отын шашылып қапты. Жапырақтар. Заты осындай әдемі дүние шығады. Сосын ойнайды, қазір балдар ойнайды енді. Әсіресе Алихан қатты қуанып жүр. Ал қыздарға лайк басыңыздар, сіздерден қолдау күтеміз. Жұмысымыз қалай шықты? Біз күшті шықты деп ойлаймыз. Ну, енді бізге күшті. Онша емес, анау-мынау демеңіздер, енді қолымыздан келгенше балалармен бірге осылай жасадық. Ең бастысы балаларға ұнады, балалар қуанды. Ал мен видеоны осы жерден аяқтаймын. Тіркеліп лайк басып, әдемі комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.